Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін хәмір хасып деген тамақ пісіретін болып шештім. Бұл каналым ұнаса менің лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Қазақша контентті қолдауларыңызды сұраймын. Сіздердің әрбір жазған комментарийларыңыз мен үшін маңызды. Енді хәмір хасыпты пісіріп бастаймыз. Мынау ең соңғы шыққаны. Жеп қараңыздар, үйлеріңіздегі адамдарды таң қалдырмай қоймасы анық. Алдымен қамырымызды қатты қылып илеп аламыз. Ол үшін мен ұн, су, тұз пайдаландым. Сіздер құйрық май ма, сұйық май ма, жемішкі май ма, өздеріңіз білесіздер, жұмыртқаны пайдаланып илесеңіздер болады. Осылай илеп болғаннан кейін оны 15 минут тұндырып қоямыз да, 15 минуттан кейін қайтадан илеп, тағы бір 10 шақты минут қойғаннан кейін қамырмен сізге жұмыс жасау ыңғайлы болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейінгі келесі процесс бәрін көрсетіп, егжей-тегжейлі қойдым, қарасаңыздар болады. Видеода өте анық көрсетілген. Қамырымызды илеп болғаннан кейін чорканы алыңыздар. Сосын мен тыква өткіздім, морковь өткіздім, өздеріңіз білесіздер. Салмасына қандай зат салсаңыз да қамырдың арасына, маған осылай жасаған ұнайды. Негізгі рецепті бойынша ештеңе салынбайды, ол жерде тек зелиялар салынады негізі. Петрушка, зелия, жуа деген сияқтылар өзіме, бірақ кейде жуамен жасаймын, кейде осындай тыква, морковь, әр кезде әртүрлі фантазияңызға байланысты өзгерте берсеңіз болады. Оған тұзымыз бен бұрышымызды салып аламыз, араластырамыз, кішкене 5-10 минутқа сіңдіруге қоямыз. Осыдан кейін осылай қамырымызды жазып аламыз. Манағы иленген қамырымызды оқтаудың көмегімен осылай шыршықтап орап, оны ненің ішіне саламыз. Маған осылай ораған ұнайды, өздеріңіз білесіздер, бірақ осындай істесеңіз өте тартымды, жегенде ыңғайлы. Манталарға салып пісіріп аласыз, тоже 45 минутта. Одан кейін құйрық майды алып, оған мен етімді салдым, туралған. Одан кейін жуамды, барлығын егжей-тегжейлі көрсетемін. Алдымен осыларды қуырмаштап аламыз. Қатты отта қуырмаштап алыңыз. Сіздер білесіздер, сұйық май пайдалансаңыз да болады. Мен өзім құйрық майға досадамын. Картошка, сәбіз, жуа, қызанақ, тәтті болгар бұрышын салдым. Өздеріңіз біліңіздер. Маған осылай тамақ жасаған ұнады, осылай өзім жасадым. Етімізді қуырғаннан кейін жуамызды салдым. Одан кейін қалған подливаға дайындаған заттарының бәрін салып, қуырмаштап, етіміз піскенше барлығын қойдым. Картошкасын ең соңынан салғаныңыз дұрыс болады. Содан кейін тұзымыз бен бұрышымызды салып, әбден пісіріп аламыз. Морковыңызды чоркадан өткізгеніңіз дұрыс болады. Аздап су құясыз.
немізді осылай мен сәндедім. Өздеріңіз білесіздер, қалай сәндесеңіздер де, сосын тамақ қылып жейсіздер. Өте дәмді тағам, кешкі асқа да, түскі асқа да, обедкі асқа да. Өте күшті керемет тағам. Семьяңыздағы, отбасыңыздағы мүшелердің бәрі сізге разы болатынына сенімдімін. Келесі видеода кездескенше.